Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Гүлжан Анарбай қызы. Бүгінгі тақырып ерекше тақырып, таңғы уақытты берекелі ететін 5 сүннет амал туралы айтатын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Алла тағаланың сыйлаған әрбір таңы берекеге толы. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Таңғы уақыт береке әрі намаздың өз мақсатына жететін кезі дейді. Тағы бір хадисінде, таң намазын оқығаннан кейін ырыс несібеңізді табудан қапыда қалып ұйықтамаңдар десе, атам қазақ, ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деп түйген. Сонымен қатар Әбу Хурайра, оған Алла разы болсын, пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, әрбір таң арайлап атып, Алланың құлдары ұйқыларынан оянып жатқанда көктен 2 періште түседі. Бірі, уа Алла тағалам, дүние мүлкін игі жолға жұмсағанның дүниесінің орнын толтыра көр десе, екіншісі, уа Алла тағалам, жиған тергенін жұмсамай тығып отырған сараңды шығынға ұшырат деп дұға жасайды деген хадисін жеткізген. Бірде имам Шафиғи таң намазынан кейін үйіне қайтып келе жатып, бір кісімен кездесіп қалады. Әлгі кісі имамға сәлемін беріп, жақсы тілек дұғасын жасап болғаннан кейін таңды қалай атырдыңыз деп сұрайды. Сонда имам Шафиғи, менен таң 8 нәрсені қалаған күйде атырдым деп жауап береді. Әлгі кісі имамның жауабына таңданып, уа имам, сізден кім 8 нәрсені талап етуде, сіздің ешкімде ақыңыз жоқ емес пе дейді. Сонда имам, жаратқан Алла менен парыз амалдарын қалайды. Алланың елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, менен сүннетін қалайды. Әйел бала шағам күнделікті нәпақасын қалайды. Нәпсім өзіне бағынғанды қалайды. Шайтан ізіне ергенімді қалайды. Екі иығымдағы 2 періште жақсы және жаман амалдарымды жазғанын қалайды. Өткен күндерім қартайғанымды қалайды. Жан алушы періште болса, өлімге дайын болуымды қалайды. Міне осылармен бірге таңды атырамын. Әрбір таң менен осы сұрақтарға жауап күтеді деген екен. Иә, таңғы уақыттың әрбір мұсылман үшін маңызы үлкен. Пайғамбарымыз Мұхаммед те оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Уа Алла, таңғы уақытта менің үмметіме береке бер деп бекер дұға етпесе керекті. Осы бір берекелі уақыттың берекесін арттырып, мұсылманның мерейін үстем етер пайғамбарымыз Мұхаммедтің оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын кейбір сүннеттерін ұсынамыз. Ең бірінші, ол Алланы зікір ету. Хадисте, таң намазын оқып болған соң, орнында қалып Алланы еске алатын кез келген адам үшін ол зікірін тоқтатпайынша періштелер, Аллахым оны кешірші, Аллахым оған рахымыңды төкші деп Алладан ол үшін кешірім сұрауын тоқтатпайды делінген. Тағы бір хадисте, кім таң намазын оқып болып, орнында қалып, күн шыққанша Алланы еске алып, ал күн шыққан соң 2 рәкағат намаз оқыса, ол толықтай кіші және үлкен қажылық өтеген сауап алады деп айтылған. Екінші, дұха намазын оқу. Дұха намазы ерікті түрде оқылатын нәпіл намаз. Оны күн шыққаннан кейін шамамен 20 минуттан соң әрі 5 намазына 45 минут қалғанға дейін оқуға болады. Дұха намазын оқу күннің сәтті өтуінің кепілі. Хадисте, 2 рәкағат дұха намазын оқуда табандылық танытқан адамның күнәлары кіші теңіздің көбігіндей көп болса да кешіріледі делінген. Ал басқа хадисте, жұмақта дұха қақпасы бар. Қиямет күні хабаршы былай дейді, дұха намазын оқығандар қайда, мынау сендер кіретін қақпа, Алланың мейірімімен осында кіріңдер деп айтылған. Ал үшіншісі ол Құран оқу. Таңғы уақытты Құран оқуға және оның мағынасына ден қойып, ой жүгіртуге арнаған өте пайдалы. Бұл уақыт өзін Құранға ғана арнап, күллі әлемнен оңашаланып, сауаптар мен Алла тағаланың разылығына кенелетін кез, әрі Құранды жаттауға ең лайық уақыт. Хадисте, егер адам Құран оқуды кешке аяқтаса, періштелер оған таң атқанша истихфар, яғни кешірім сұрау етеді. Ал егер адам Құран оқуын таңертең тәмамдаса, періштелер кешке дейін истихфар етеді делінген. Ал төртіншісі, дұға жасау. Асыл дініміз исламда дұға жасауға, Алладан шынайы тілек тілеуге барынша маңыз берілген.
Алла елшісі Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын. Мұсылман баласы күнә іс болмаған және туысқандық қатынасты үзуге бағытталмаған бір дұға жасаса, Алла оған 3 жауаптың бірін береді. Не дұға тілеген кезде лезде кешіктірмей қабыл етеді, немесе қиямет күнге сақтап қояды, немесе дұға тілегіне тең келетін жамандықты қайтарады дейді. Сонда мұны естіген сахабалар, ондай болса дұғаны көп-көп жасайық дейді. Алла елшісі Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын. Алла одан да көп, яғни жомарт дейді. Күллі әлем шырт ұйқыда жатқанда, осы бір хайырлы уақытта Алла тағаладан дүние һәм ақыретіңізге қажеттінің барлығын сұраңыз. Хадисте келгендей, тіпті аяқ киімнің бауын да сұраңыз. Туыс бауыр, дос жаран, көрші қолаң, елге, барша үмметке Алладан тілеңіз. Дұғаны шынайы ниетпен жасаңыз. 5. Күн тәртібі болмақ. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, уақытты үнемді пайдалануға аса мән берген. Сондықтан да мұсылман баласы өз уақытына ұқыпты қарауы тиіс. Таңғы уақытта күні бойы істейтін шаруаларының күн тәртібін жасаудың маңызы зор. Сол тәртіпке сай әрекет етсеңіз, күніңіз сәтті, ісіңіз жемісті болмақ.